Жаңырауылық. Ой, жарықтық. Қай жерде жүр екен, өзенді қылдап көреміз. Кішкентай өзен. Ағын досым ане қыратта жүр. Мен өзен жағалап жүрмін. Бит қарағандай қарап келеміз, бит. Мүлдем боқ, із көрінбейді. Шешесін. Қайда кетті шешесін. Адамдар мына жерге кеп су ішеді екен да. Осы жерден кеп оразамдасып тұрмын. Таң атпай іздегем, өзеннен біраз жер жүріп тастадым. Енді ол кішкентай өзенше, атақты дәу өзен бар. Мына жерге ары бері өткен адамдар шөл дейді ау деп, мұндай ыдыс қойып қойған. Ол жау дейміз, ол шөміш дейміз. Былтыр анау фазенданың аржан алып келгенбіз. Шаяқты мотоциклді анау фазендаға қойып, былай қарай атпен өтіп. Биыл былтырғыға салыстырғанда шамалы шөп жақсы, көк жақсы дейміз ба. Досым әне мотомен жатыр. Мен өтіп, мен мына сайдарлап жағайын деп. Мен ана сайды алып келдім. Анау біздің ауылдың чабындықтың аяғынан бері қарай келетін сай. Енді біз мына сайларды көреміз берді. Жынды өзен әне жатыр. Дәу өзен. Кішкентай өзен шегені. Мына бетегенің чөптер. Беттің бетегелері дейміз ба. Дізеден ғой. Биыл чөп жынды. Не өзен? Осы өзеннен өтсе, жаңа көрсеткен анау жақтағы не кетіп қалады? Фазенданың ар жағына. Мынау өзен. Ана жерде не? Бір бәленің ені бар ма? Жоқ, тышқанның енін түлкі қазған ба? Бірдеңе тұр, көрсетіп кеттім. Анау бетке мотоға жетемде қайтам. Тағы бір күні айырым келіп, ар жақты іздеу керек болды. Ар жақтан малшыларға тапсырған. Олар көрмейді дейді. Сонда осы ағаштың бір жерін тығылып жатыр, енді көрмей қалдық. Короче, біздің ауылдан шыққан өзен міне жерден келіп қосылады ғой. Өзенше. Күскентал өзеншесі. Мұнан келіп қызыл ағаштың өзеніне қосылады. Сайдың ауызы. Қайту керек енді. Мынадан тумай өтіп кетсе өтіп кетті, туып өтетін болса өте алмайды біз ауылдан. Қорқады. Оның үстіне екі-ақ үш-ақ күн болды.